Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәруменге өте бай, пайдалы, дәмді, жеңіл қызылша салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Ауызашарға арнап жасасаңыздар өте дәмді әрі жеңіл салат. Ең алдымен салатымызға қажет заттарымызды дайындап аламыз. Алдын ала қызылшамызды пісіріп аламыз. Пісіріп алған қызылшаларымызды 4 бөлшектетіп турап аламыз. Салатымыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Үйдегі адам санына қарай жасай бересіздер. Қанша қызылша пайдалансаңыздар, сонша алма қоссаңыздар, салаттарыңыз өте дәмді болып шығады. Турап алған қызылшамызды кеңдеу ыдысымызға саламыз. Осылай қызылшаларымның барлығын 4 бөлшектетіп турап дайындап алдым. Енді алмамызды да жақсылап жуып алған алмамыздың сыртына ашымадым алмамызды да 4 бөлшектетіп қызылшамыз сияқты қылып турап аламыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. YouTube каналымда көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта керемет рецептер болады. Осылай алмаларымызды да барлығын 4 бөлшектетіп турап алып, қызылшамыздың үстінен саламыз. Осылай қызылшамызбен алмамыз турап дайындап алдық. Енді бізге оливке масламыз қажет. Оливке масламызды бір ас қасық толтырып, ыстық қып отқа қойып аламыз. Бір чай қасық күнжетіміздің үстінен қыздырып алған оливке масламызды осылай құйып, күнжетіміз бен оливке масламызды жақсылап араластырып, ыстықтай салатымызға құямыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Осылай тұзымызды қосамыз. Енді лимонымыздың алып, лимонымыздың шырынын осылай сығып қостым. Бір ас қасық толтырып қостым. Салатымызды жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алдым. Салатымыз дайын. Енді бізге руккола қажет. Рукколамен қосып жесеңіздер өте дәмді болады. Рукколамыздың осылай түп жақтарын алып тастап, осылай тарелкамыздың астынан сәндеп, әрі бірге жесеңіздер салатпен өте дәмді болып шығады. Осылай рукколаларымызды тарелкамыздың астына қойып, дайындап алған салатымызды үстінен саламыз. Осылай салаттарымызды салып алғасын, үстінен анарымызбен, гранатымызбен сәндесеңіздер де болады. Әдемі көрінеді, әрі қосып жесеңіздер өте дәмді болады. Осымен керемет қызылша салатымыз дайын. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.